Сәлем сұлулар, бүгін мен Гүлнұр битое стекло десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдын ала дайындалған желатинімізді жеке-жеке бөлек ыдыстарға салып шығамыз. Одан кейін оның үстіне алдын ала дайындалған суымызды тағы да жеке-жеке ыдыстарға құйып, үстіне бір қасық шекерімізді салып, араластырып, одан кейін оның үстіне тағамдық бояуларымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, холодильникке 4 сағатқа жібереміз. Ендігі кезекте қаймағымыздың үстіне қантымызды салып, оның үстіне ванилинімізді салып, венчигіміздің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне, біздің желатиндарымыз дайын. Енді желатиндарымызды алып, жақсылап кубиктап кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай. Бірінші жасыл түсін, одан кейін қызыл түсін. Енді дайын болған массамыздың үстіне ерітілген желатинімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Формамызды алып, оның үстіне кубиктап туралған жасыл түсімізді, одан кейін қызыл түсімізді салып шығамыз кезекпен кезек. Сосын өзіміздің алдын ала дайындап қойған массамызды ожауымыздың немесе қасығымыздың көмегімен біркелкі жайып формамызға құйып шығамыз. Одан кейін дайын болған формадағы желатинімізді 4 сағатқа холодильникке жібереміз. Міне, біздің желатинді мармеладымыз дайын. Сау болыңыздар.